Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгінгі тақырыбымыздың не жайында өтетінін білу үшін алдымыздағы слайдқа қарайық. Слайдта не көрсетілген? Әр елдің байланыс порталдары. Қазақстандық байланыс порталдары mail.kz-ді көріп тұрмыз. Ресейлік байланыс порталы mail.ru, rambler.ru және американдық Google компаниясының gmail.com байланыс порталдарын көріп тұрмыз. Демек, бүгінгі біздің тақырыбымыз не жайында болады? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ғаламтор арқылы ақпаратты жіберу жайында болады. Біз нені білуіміз керек? Біз электрондық байланыс порталдарында өзімізге электрондық пошта аша алуымыз керек, тіркеле алуымыз керек. Және сол арқылы хабарлама жіберіп, хабарлама алып, оқып, және оған әртүрлі құжаттарды тіркеп жіберуді үйренуіміз керек. Пошта жасай алуларыңыз керек, оған құжаттарды тіркей алуларыңыз керек. Электрондық поштаның атауы қалай жазылады? Алдымен қолданушының атауы жазылады. Яғни латын әріптерімен, сандармен, тыныс белгілерімен 8 символдан кем болмауы керек. Келесі белгісі. Бұл әр елде әртүрлі аталады. Ресейде собачка, ағылшындар улитка дейді бұны, snail, Кореяда хелико дейді, әр елде әртүрлі айтылады. Белгісі. Келесі сөзіміз mail, бұл домен атауы, нүкте және елдің коды жазылады. Mail.kz ұлттық электрондық қызмет порталы. Mail.ru ресейлік электрондық байланыс порталы. gmail.com американдық Google компаниясының байланыс порталы. Ойланып көріңіз, сіз қай порталды жиірек қолданасыз? Өз еліміздікін бе, жоқ, шет елдің порталдарын ба? Біз қай елдің порталын жиірек пайдаланамыз? Және бұл порталдардың ерекшелігін айта кетейін. Mail.kz және Mail.ru бұл жас ерекшелігіне шектеу қоймайды. Яғни сіз қазір оған тіркеліп, өзіңізге электрондық пошта жасауыңызға болады. Американдық Google компаниясының gmail.com порталы сізге 13 жасқа толғанда ғана тегін қызметін ұсына алады. Оған дейін тек қана ата-анаңызбен ғана байланысып, тіркеліп, ақылы түрде қызметін пайдалана аласыз. Электрондық поштасымен жұмыс істеудің 10 ережесі бар. Оны мен сіздерге жіберемін, жазып алып, жаттап жүрсеңіздер болады. Міндетті түрде білу керек. Әр елдің байланыс порталдарының домендерімен салыстырыңыз. Практикалық жұмысқа Mail.ru порталында поштаңыз болса, пошта жәшігіңізден байланысты керексіз емес хаттарды жойыңыз. Поштаңыз болмаса, Mail.kz байланыс порталында пошта жасауыңызға болады. Жас ерекшелігіне қарай шектеу жоқ. Кітаптың 113-114 бетінде қалай тіркелу керектігі жайында нұсқаулық көрсетілген. Mail.kz не Mail.ru порталдарында пошта ашып қойыңыз және осы екі пошта қызметін салыстырып көріңіз. Үй тапсырмасын мұғалімнің поштасына жазып көрулеріңізге болады. Mail.kz және Mail.ru пошталарының қандай ерекшеліктерін байқадыңыз, сол жайында мұғалімге хат жазсаңыздар болады. Келесі сабақта біз құжаттарды қалай поштамен жіберуге болатыны жайында өтеміз. АКТ кабинетінің сайтында қалай жасауға болатыны туралы видео нұсқаулықтар бар. Ашып қарасаңыздар болады. Сау болыңыздар.